Құрметті қазақ елім, міне қазір бізде лодканы кілелеп жатырық. Міне өлшеп алдық. Міне мынандай қылып кеспісем. Міне былай қылып өлшейсіңіз. Размер. Ацетон істеп жібердім ба екенсіз уже. Бәрін өлшеп. Өлшемен сызуға болмайды ғой. Сонда да бәрін кілелейміз ғой, бәрі. Былай өлшеп аламыз, сосын мынандай, мына неге мынандай бумажный скотч жабыстырасыңыз. Міне, бумажный скотч. Біріншісі былай кетеді. Қазір ажағын көрсетем, қазір тоқтатады. Міне қазір өлшедік. Өлшегеннен кейін ацетонмен дұрыстап сүрту керек, обезжиретеді. Міне. Кетті. Міне өлшеген жеріміз былай. Мына не үшін істеп жатырық, мынау клей шығып кетпесін дегенім ғой, клей қатты клейлер ғой. Клей аржағына екіншісіне мешать етпесін деп істеп жатқанымыз ғой. Мына жері қиындау болады, мына қисық жер. Құрметті қазақ елі. Мынаны екі кілтті былай алдым. Мына кілт қазір маған клей жаққаннан кейін мынаны бүйтіп сызу керек дұрыстап. Плотно отыратын қылып міне. Бүйтіп плотно отырғызамыз. Сол үшін міне мынандай темір табу керек сізге. Мына екі ортаға кіреді. Көрдіңіз бе? Мынаумен мына кілт, мынандай кілт бар тоже. Міне көрдіңіз бе? Үстінен жағып. Қазір ажағын көрсетем. Қазір мен клейді езіп жатырмын. Бостик деген клейді. Мынаның өмірі жарты сағат. Ответительмен істегенде өмірі жарты сағат болады. Сол үшін міне қазір шампунь сияқты болу керек та, мынау кішкене жир не твердый болып тұр. Ішіне қазір не қосам? Ацетон. Міне ацетон. Нұрбек, фотоңды алып келші. Міне құрметті қазақ елі, міне былай езіп жатырмын. Мында да ручкам қарасы кетіп жатыр. Мен былай езем қазір. Мынау 140 миллиграмм, 5% қолдан көзге айдап жібердім. Қазір мынаны езіп алайық. Енді мынаған жағамыз кетті. Мынаған бір слой жағамызда сосын 5-10 минут күтеміз. Мына жерге дұрыстап істеу керек еді. Жоқ. Міне бір слой жақтық, 5 минут күттік, енді екінші слой жағып жатырық. Мына клейді. Екінші слой кетті қазір. Екінші слойдан кейін тағы 5-10 минут күтеміз. Содан кейін
клееп бастаймыз. Мына клейлеп жатқан клейіміз тез қатып жатыр да, сол үшін түсіре алмай қалдық. Міне, көрдіңіз ба? Мына жерде жаңа озық қалып қойып еді, инемен тесіп шығарып тастадым жаңа. Мынандай мен кесіп бәріне мына үшеуіне, үш жағына да өтіп шықшы, ұзыннан бір өтіп шықшы. Ұзыннан бір тез қатады екен, тез. Не, жетіспей қалдық түсіруге. Үшінші жағын кеңес. Үшінші жағын айдап жүрші. Кеңес деген күйеу аламын ғой. Мына жерлерін, бір мынадай бір пышақпен, пышақ емес, тиіспейтін затпен бит жіберу керек. Міне, көрдіңіз ғой. Стиктерді ішінен ауа шықсын. Oldu.